Лимон қосылған судың пайдасы. Судың адам ағзасына қаншалықты пайдалы екені бұрыннан-ақ белгілі. Диетолог мамандар су диетасына сәйкес күн сайын аш қарынға бір стақан таза су ішу керектігін айтады. Сондай-ақ олар таза суға лимон тілімдерін қосып ішкен дұрыс екенін дәлелдей білген. Достар, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар, подписаться батырмасын баса кетіңіз. Лимон тілімдері қосылған суды денсаулық сусыны деп те атайды. Ол иммунитетті жақсартуға, склероз, анемия сияқты аурулардан арылуға жол береді. Лимон құрамындағы магний, калий, С дәрумені ми, жүрек және жүйке жүйесі жұмысын жақсартады. Қан қысымын бір қалыпқа келтіреді. Теріге нәр береді. Тырнақ, шаш өсіміне оң әсерін тигізеді. Артық салмақтан арылуды мақсат тұтқан жандарға лимон қосылған су көмегін тигізе алады. Лимон шырынының құрамындағы пектин ас қорыту жүйесін жақсартып, артық салмақтан арылуға жол береді. Ол үшін күнделікті бір стақан лимон қосылған суды 3 мәрте қабылдау керек. Достар, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар, подписаться батырмасын баса кетіңіздер. Ал лимон қосылған қайнатылған жылы су бауыр, бүйрек, өт ауруларының алдын алып, бұл мүшелердің жұмысын жақсартады екен. Өт жолындағы тастардың жиналмауына ықпал етеді, ағзаны зиянды қалдықтардан арылтады, қан құрамындағы токсиндерден арылтып, терідегі пигментті дақтардың көзін жояды. Безеу, секпіл әжімнің түсуіне жол бермейді, теріні тазалап, оны ағартады. Күнделікті таңертең аш қарынға қабылданған лимон қосылған су жүйке жүйесінің жұмысын бір қалыпқа келтіріп, бойға күш-қуат пен сергектік береді. Стресс, күйзеліс, көңілсіздіктің болмауына ықпал етеді. Жаздың аптап ыстық күндері қарса, қыстың күні жанға жылулық пен күш сыйлайды. Қайнаған 1 литр ыстық суға лимон тілімдерін салып қойыңыз. Суыған кезде аз-аздан қабылдай бастайсыз. Кейін қабылдау мерзімін жиілетесіз. Сондай-ақ қалауыңыз бойынша бұл шырынға 1 шай қасық бал немесе жалбыз жапырағын салуға болады. Подписаться батырмасын басып, лайк басып, арнама тіркеліп алыңыз.